Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін әдемі осындай икра жасайтын боламыз. Қысқа дайындық. Өте дәмі ерекше және сулы. Балалар нан батырып жегенге, нанға жағып жегенге өте әдемі болады. Ол үшін бізге қажетті затымызды дайындап қойдық. Мінекей барлығын ет тартқыштан өткізіп дайындап қойдық. Қызанақ, болгар бұрышы, қызылша, сәбіз, пиязымызды төртбұрыштеп турап, чеснок ащы бұрышымызды да барлығын ет тартқыштан өткізіп қойдық. Енді осындай қызып тұрған ыдысымызға 400 грамм шит май құйып, пиязымызды салып қызартып қуырамыз. Мінекей пиязымыз қуырылғаннан кейін біз сәбізімізді салатын боламыз. Барлығы ет тартқыштан өткен сәбізімізді салып, сәбізімізді де кішкене 6-7 минутқа дейін қуырамыз. 10 минутқа дейін қуырып, бетін жауып қуырамыз. Осылай кезекпен кезек барлығын салып қуыратын боламыз. Мінекей сәбізіміз әбден қуырылғаннан кейін біз қызылшамызды қосатын боламыз. Бізде қызылшамыз кішкене мөлшері аз болғандықтан сәл қатты қызыл түс бермейді. Егер сіздерге қатты қызыл түс керек болатын болса, қызылшасын көбірек қоссаңыздар, сіздерге қып-қызыл икра болып шығады. Ал менде цвет өте әдемі икра шықты. Бұл жерде қызылшасы сәл аздау сәбізге қарағанда. Мінекей қызылшамызды да жақсылап қуырып алғаннан кейін біз болгар бұрышын қосатын боламыз. Болгарский перец. Бұны да жақсылап араластырып, бетін жауып, бұқтырып қуырамыз. Енді помидорымызды қосып, қызанағымызды. Енді осы помидорымыз қайнаған уақыттан бастап 45-50 минутқа дейін қайнатасыздар бір қалыпты. Қайнады, енді осыны 45-50 минутқа дейін қайнап болғаннан кейін ащымызбен осындай чесногымызды қосамыз. Тағы да кішкене 5-10 минутқа тағы қайнатып аласыздар. Тұзымызды қосамыз. Шекерімізді саламыз. Лавр жапырағын саламыз. Және де қара бұрышымызды, горошек қара бұрышымызды саламыз.
тағы да кішкене 10 минутқа дейін қайнатасыздар. Одан кейін біз укроп петрушкамызды қосып, және де 70%-лық уксусымызды салып 5 минутқа ғана қайнатып аласыздар. Сонымен салаттарыңыз дайын болады. Мінекей, түсі өте әдемі шықты. Банкымызды өстіп стерилеп дайындап алдық. Мінекей, салатымыз дайын болды. Енді осы салатымызды стерилденген банкіге құйып аламыз. Міне, өте әдемі шықты, дәмі де ерекше. Банкымызды құйып, жауып алдық. Мінекей, өте әдемі шықты. Барлықтарыңыз да жасап көріңіздер, ас болсын.